Чипсы немесе попкорн қайсысының зияны көбірек? Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Попкорн және чипсы қазір танымал тағамдардың бірі. Әсіресе балалар жиі жейді. Айырмашылығы мен дайындау ерекшелігі. Попкорн жүгерінің арнайы сұрыптарынан дайындалады. Дәндер белгілі бір температурада қызған соң жарылады. Негізінен дайын попкорнға тұз, қант және дәм беру үшін өзге де қоспалар салынады. Жүгері дәні құрылымы мен құрамы ерекше. Ол ішінде тамшы су бар крахмалдан тұрады. Қызған кезде су буға айналып, қысым көбейгеннен дән жарылып үлкейеді. Сондықтан да оны көбіне ыстық майда, арнайы ыдыста немесе қазанға салып дайындайды. Ал чипсы негізінен картоптан дайындайды. Кейбір өндірушілер өзге де өнімдерден жасап көруде. Сондай-ақ қазір чипсы дайындауда бидай немесе жүгері ұнын пайдаланады. Ыстық майға қуырылады. Чипсыдың ағзаға тигізер зияны. Чипсы ағза үшін зиянды саналады. Оны көп мөлшерде жеуге болмайды. Әсіресе картоптан немесе синтетикалық қоспадан дайындалған оның зияны ерекше. Шектен тыс тұтыну күніне бір қалтаның өзі көп болып саналады. Осы жағдайларға алып келуі мүмкін. Асқазан ауруы. Ең алдымен асқазанда қыжыл пайда болады, ары қарай гастритке ұласады. Жоғары калорияның әсерінен салмақтың артуы орын алады. Зат алмасудың бұзылуы. Бұл чипсы құрамындағы тұздың көптігінен орын алады. Канцерогенді заттардың болуы онкологиялық аурудың дамуына алып келеді. Канцероген майды жоғары температурада қыздырған кезде түзіледі. Сүйектердің әлсізденуі және жүрек қан тамыры аурулары. Бұл чипсы құрамында натрий хлоридінің көп болуынан орын алады. Иммунды жүйенің әлсіреуі, бауыр мен бүйрек жұмысының бұзылысы. Ер азаматтарда жыныстық міндеттің төмендеуі. Әйелдерде сүт безі ісігінің дамуы. Қандағы жаман холестериннің жоғарылауы. Көздің көруі нашарлайды, құрсақтағы балаға кері әсер етеді. Ал попкорнның зияны. Попкорн қауіпсіз азықтардың біріне жатады, алайда оның да ағзаға тигізер зиянды жақтары бар. Егер попкорн тұзды болса, онда оның зияны чипсымен бірдей деңгейде. Тіс эмальді қабатын бұзады, сондай-ақ қызыл иектің бүлінуіне алып келеді. Тәтті попкорнды жиі жеу артық салмақ қостырады. Майға қуырылған попкорн ісіктің түзілуіне алып келуі мүмкін. Ал пешке салып майсыз дайындалған жүгері зиянсыз. Қант диабеті мен бауыр ауруын өршітеді. Аурудың өршуі көміртегі мен май қанттың көптігінен және түрлі дәм қоспалардың болуынан орын алады. Үзбей жеген жағдайда асқазан ауруына ұшыратады. Әсіресе балалар үшін қауіпті. Ал қайсының зияны басым екенін білесіз бе? Зерттеулерге қарағанда чипсы попкорннан әлдеқайда қауіпті. Әсіресе нағыз картоптан жасалғандары. Мұндай чипсы ең алдымен асқазан ішек жұмысын бұзады және ісіктің пайда болуына әсер етеді. Попкорнның зияны аздау болғанымен майға қуырылғанда оның да денсаулыққа тигізер кері әсері ұлғая түседі. Барлық талаптар қатаң сақталса да, екі өнімді де шектен тыс пайдалану ағза үшін зиянды.